Ене мен келін әңгіменің жалғасы. Қанша тірлігін істеп жатса да мін таппай қоймады. Отырса опақ, тұрса сопақ қылатын енеден шаршаған өзінің асығыс шешіміне өкінді. Не істеп қойдым? Әлі де жүре тұруым керек еді. Осындай өмір маған керек пе еді? Отбасылық өмірге әлі ерте еді. Бекер қылдым дейді. Отбасының бәрін біліп, қыр-сырын білуім керек еді дейді. Бірақ Дастан жақсы жігіт еді. Зереге өзінің қолдауын білдіріп отырады. Тек Дастан үшін шыдап, үндеместен жүре берді. Бірақ Дастан анасына сөйлеуге бата алмайды. Зере де соның қатарына қосылды. Әбден басылып, еш үндемей жүре беретін. Тұрмысқа шыққанына 5 жыл өтті. Қатарынан 2 ұл босанды. Онда да енесі сөйлеуін қояр емес. Ананы жаса, мынаны жаса, болмаса өйтпе, бүйтпе деп отырады. Өз еркімен өмір сүре алмай қалды. Шыдамы таусылған Зере әбден іші толып жарылайын деп жүр. Кезекті бір айғайда Зере қарап қалмады. Сөйлей берген енесіне айғайлап шықты. Осы уақытқа дейін үндемедім. Қояр дедім. Тіл табысып кетерміз дедім. Бірақ сөйлеуіңізді қоймадыңыз ғой. Не істесем де жақпадым сізге. Қандай келін керек айтыңызшы? Одан да қоя салайын. Дастанмен ажырасамын. Өзіңізге жағатын келін алып алыңыз. Болды, мен кетемін деп киімдерін жинап кетті де қалды. Қалада келіп ағасының үйінде біраз уақыт жүрді. Сосын бөлек пәтер жалдап тұрды. Дастан хабарласып үйге келуін өтініп еді, бармаймын болды. Менің қадірімді білсін деді. Анаңмен тұра алмаймын. Мен ауру болатын болдым, түссін деді. Содан кейін хабарласқан жоқ. Іздеп келген ешкім болмады. Зере кеткен соң қайын-інісі үйленді. Келін өте қу, бір беткей болып шықты. Айтқанын істете алмаса, үйінде айқай-шу болады. Адуынды ене өзінен асып түскен келін келген соң басылып қалды. Басында үйдегі ережемен таныстырғысы келіп еді, бұл келін көне қоймады. Бұрынғы Зереге айтатын сөздің біреуін де айта алмады. Келіні жұмысқа шығып кеткен. Үйдің тірлігінің бәрін қазір енесі жасайды. Зере қалада жұмысқа тұрып алған. 2 ұлын балабақшаға беріп тастады. Дастан балаларының хабарын білейін деп анда-санда бір хабарласып тұрады. Керегіне де ақша жіберіп тұрды. Сағынғанын айтады. Шыны керек, Зеренің өзі де сағынып жүр. Бірақ ештеңе демейтін. Сондай бір күні Дастан хабарласып, келіп тұрмын, сыртқа шықшы, ұлдарымды көрейін деді. 2 ұлымен шықса далада енесімен Дастан тұр. Енесін көрген Зере артқа бұрылып жатқаны сол, енесі кетпеуін сұрады. Сөйлесейік деді. Бұрынғы сұсты түрдің көлеңкесі де жоқ. Алдыңғы жасаған айтқандарына кешірім сұрады. Енді үйге қайтып келуін өтініп, немерелерін сағынғанын айтып, Дастанмен қосылуын сұрайды. Осы уақытқа дейін Дастанды жібермей жүредім. Келіншегіңе барсаң мені ұмыт дедім. Сол сөзім үшін, сенің қиналғаның үшін, немерелерім әкесін көрмей өскені үшін бәрінен кешірім сұраймын. Үйге қайтшы қызым деп жалбарынып тұр. Ойланып көремін, қазір ештеңе айта алмаймын деді. Күні мен түнімен ойланып Зере жүр. Не істесем болады? Қайтадан сол былыққа барып батайын ба? Әбден ойланып, барлығын ой илегінен өткізіп, балаларын әкесіз өсіргісі келмеді. Дастанға өз шешімін айтпақшы болып телефон шалды. Дастан соны күтіп отырғандай тұтқаны тез көтере қойды. Дастан балаларын күтіп қалды, алып кетесің бе деді. Мұны естіген Дастанның қуанышында шек жоқ. Болды, қазір барамын деп машинесінде отырып зулап қалаға келе жатыр. Жүзі нұрланып, бұдан асқан бақытты адам жоқтай сезініп келе жатыр. Қазіргі Дастан мен Зере бақытты. 2 ұлдан кейін тағы бір ұл босанып алған. Осы бақытқа жету үшін біраз сынақты бастан өткізді. Бір-біріне деген сезімдерінің сынағы болды. Ене мен келіннің де сынағы болды. Біраз уақыт бөлек тұрып, бір-бірінің қадірін түсінгендей. Енесі қазір көмектесіп жүреді. Кіші келін қолда тұрмады. Бөлек тұрғысы келіп, жолдасын алды да кетті. Қазір Зереден асқан жақсы келін жоқ. Ауылда да, отбасында да абыройлы. Достар, қазақша контентті қолдап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.
және де сіздер де ютубтан табыс тапқыларыңыз келсе менің жеке курсыма қатыссаңыздар болады. Курстың бағасы өте қолжетімді. Толық ақпарат менің инстаграм парақшамда.